Сәлематсыңдар ма балалар? Балалар, біз үйге әдебиетті оқу пәнінен жақсыдан үйрен бөлімі бойынша малды пайдаға жарату Ыбырай Алтынсариннің шығармасымен танысып келуге берген болатынмын. Бүгінгі сабағымыздың оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты шығарманың тақырыбын анықтау және негізгі ойды білдіріп тұрған мәтін бөлігін сөйлемді табу. Сабақтың мақсаты шығармадан негізгі ойды білдіретін тірек сөздерді табу, іс-әрекетке баға беру. Ендеше балалар, сызбаны пайдаланып, мәтіндегі тірек сөздерді атаймыз. Осы сөздердің ішіндегі ең бастысы қайсысы деп ойлайсың? Дескриптор негізгі ойды білдіріп тұрған сөзді таба алады. Ендеше ең басты тірек сөзді табайық. Жақсы, ендеше мәтіннің ішіндегі тірек сөзіміз өсім, қанағат, борыш. Келесі тапсырма, топтық жұмыс. Ол тапқан малын қайда жұмсайды екен? Төмендегі сызбаны пайдаланып жауап береміз. Дескриптор берілген сызбалар арқылы ой қорыту жасай алады. Балалар, тапқан мал пайдаға жаратылады. Ата-анасына бір бөлігін борыш ретінде жұмсайды екен. Бір бөлігін өсім ретінде балаларына жұмсайды екен. Келесі тапсырма, жұптық жұмыс. Сөздердің арасына байланыс сызықтарын жүргіземіз. Сәйкестендіреміз. Борыш сөзіне қай сөздер сәйкес келеді? Өсім сөзіне қай сөздер сәйкес келеді? Дескриптор сөздердің мағынасын түсіне отырып байланысын табады. Ендеше байланысын табайық. Жақсы балалар, борыш бұл парыз, міндет. Өсім, пайыз, көбею. Келесі тапсырма балалар. Берілген тірек сөздердің кімге қатысты айтылғанын табамыз. Осы қатарды тағы қандай сөздермен толықтырар едіңдер? Балалар, Қостанай өңірінде 1841 жылы қазан айының 20 жұлдызында Қостанай облысында, Қостанай ауданында дүниеге келген Ыбырай Алтынсарин. 1876 жылдан бастап қазақ хрестоматиясын жазып, 1879 жылы Орынборда басып шығарған. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқына ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуына терең із қалдырған тұлға. Кел балалар оқулық өлең арқылы жастарды білім алуға шақырған. Жақсы балалар, келесі тапсырма. Мәтіннен негізгі ақпараттардың астын сызып шығамыз. Маңызды емес ақпараттарды, артық сөздерді, қайталауларды карандашпен сызып тастаймыз. Негізгі ойды білдіріп тұрған ең негізгі сөйлемді белгілейміз. Дескриптор мәтіннен негізгі ақпаратты табады, негізгі сөйлемді белгілейді. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі тапсырманың тірек сөзі болған борыш, парыз дегеніміз не? Ендеше осы мәтіннің мына бөлігіне көңіл аударайық.
Қарт әке-шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімнен туған балаларды оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе? Балалар, қазіргі уақытта сендерді әке-шешелерің киіндіріп, ішіндіріп, білім алуға, тәрбие алуға бар мүмкіндігін жасап жатыр. Сен ертең өз қаражат табуға дейін білім алып, тәрбие алып, өз қаражатыңды тапқанша, ата-анаң сені асырайды. Өзің қаражат табылатын жасқа жеткенде, ата-анаң қартаяды. Сол кезде ата-анаңа қамқор болатын сен. Бар мейіріміңді төгіп, керек жарағын алып беріп, қамқорлығын аласың. Міне сол сенің парызың, борышың. Жақсы балалар, түсінікті болса, бүгінгі тапсырмалар, бүгінгі мәтіннен барлық тапсырмалар арқылы түсінгеніңді бағалау терезесіне сала қой. Егер саған бәрі түсінікті болса, маған бәрі түсінікті болды терезесіне өз ойыңды жаз. Сен қандай ақпараттарды есіңе сақтай алдың? Ертең сен қай ақпараттарды өмірде пайдалана аласың? Оны мен есте сақтадым, әйнегіне жаза қой. Егер сенде сұрақтар пайда болса, осы тапсырмаларға байланысты, бүгінгі өткен мәтіннің негізгі ұғымына байланысты сұрақтар пайда болса, сұрақтар пайда болды, әйнегіне жаза қой. Егер сен мәтіннің ішінен түсінбеген тұстарың болса, түсінбедім, әйнегіне өзіңнің ойыңды жаза қой. Сау бол.